Құрметті достар, біз бүгін Талдықорған қаласына Ләззат 2016 ЖШС, яғни ТО серіктестігіне біз келіп, үлкен сұхбатқа келдік Шыңғыс мырзамен. Жалпы ауыл шаруашылығы саласы жайлы сөз қозғайтын боламыз. Тірі болсам, қазаққа қызмет етпей қоймаймын. Өзіңізді Шыңғыс мырза кішігірім таныстырып өтсеңіз, сіз немен айналыстыңыз, қалай келдіңіз бұл жолға? Кішігірім таныстырсақ, өзім әскерде жұмыс жасағам, Ресей мемлекетінде оқуды бітіргем. Мемлекет тарапында жұмыс атқарып, 2020 жылы жұмыстан шыққам. Содан бері Алматы қаласында болдым, басқа салада, Талдықорған қаласына келдім. Осы жердің қожайыны Жолтабаров Асқар Байғалыштың қарамағында жұмыс жасадым. Дамыдық, ары қарай әртүрлі салада кәсіптеріміз бар. Тек қана біреудің жұмысы емес, өзіміздің де кәсіптеріміз бар. Ол кәсіптер кіші емес. Күніне 50 тоннаға дейін сүт біздің заводқа келіп түседі. Оны өңдейді. Бірақ қай позицияны қанша шығарамыз, ол заявкаға байланысты болады. Мысалы, смолдан түседі, жаңағы дистрибьюторлардан түседі, торговый представительдерден заявка түседі. Сол ақпарат полный түскі бірге дейін бізге түседі заводқа. Кешке дейін сол заявканы біз отработать етіп, склад готовый продукцияға жіберу керекпіз. Түнгі 10-да үлкен басқа складтарға, дистрибьюторларға, дилерларға, соларға развозка жіберіледі. А таңертең свежий, таза өніміміз уже прилавкта жатады сөйтіп. Торговый представительдер арқылы және дистрибьюторлар арқылы. Ішінде құрт кебет. Пожалуйста. 50 миллионға алған не керек? Аласың да 1-2 миллион саласың да өзің жасап аласың. Конечно, что трудного, но өзіміздің ауылдағы просто закрытый, чтобы, да? Ардағынан вентиляция, шұрып түсіреді. Теплый воздух. Құрттардың дәмі, кстати, ерекше. Мұнда накатка құрта. Накатация деді, жаңағы цехты дайындалып алады да, и мұнда накатация деді. Накатация деді құрт жаңағы жерге кептірілуге жіберіледі. Сәнәсі қалайсың? Бұрын кептіріледі, ары қарай өзі саудаға кетеді. Бұл қазір үлкен болып тұр, кепкенен кейін ол кішірейіп қалады. Кішірейіп қалады, да? Үйде өзімде постоянно наличие товар, менің ең сүйікті продуктым осы. Түрік айраны, құрт және сулугуни. Таңертең сулугуни балалар бәрі жейді. Бізде мысалы чечилді ешкім ішпейді. Чечил уже бәрінде ассоциация сыра болып кетті ғой. Иә. Сол үшін біз өзіміз сыра ішпейміз, алкоголь ішпейміз. Көбіне сатуға мына чечил. Алдыға адыгейский сыр, рассольный. Такой нежный. Өте дәмді. Вкусно. Бізде баға да өте төмен баға ғой. Сол 265-тен деді. Ол сүт, мысалы. Сыр, соң кейін ірімшік, ол бәрі ауылдың технологиясымен жасалады да. Қазанда піскен ана. Вкусно. Торговый точка, бізде Алматыда мысалы дистрибьютор бар. Ол тоже өзіміздің дистрибьютор, өзіміздің ТО. Оны әдейі бөліп тастадық та, не үшін бөліп тастадық? Бізде шетелге көп барамыз ғой. Ол жақта да көреміз. Ол жақта былай принцип. Бір продукт, бір завод. Бізде мысалы бір заводта 30 бәленбай продукция шығады, дұрыс па? Еуропада басқаша. Ресейде қазір соған келе жатыр, бір завод, бір продукт. Ары кетсе 3-4 продукт. Ол неге береді? Себестоимость азаяды. Өйткені сен тек қана бір товарды аласың, бір сырьені аласың, және үлкен көлемде алған соң, оның бағасы төмендейді. Сол үшін себестоимостьті өзіне түсіреді. Екінші мәселе ол сапа. Сен күнде бір продукты ғана жасасаң, оның сапасы жоғары болады ғой, дұрыс па? Көп, мынау көп шығарсаң, кішкене фокусың жоғалтылады.
өйткені продукция шығып жатқан көп, онда қарап үлгеру керек. Мысалы, түрк айран көріңіз, дәмі вообще бөлек. Салқын ба? Иә, салқын. Басқаларды ішіп көрген шығарсыз дөнерден. Иә. Біздікі қазір көресіз, ол мүлдем бөлек зат. Түрі таныс бірақ маған. Бісміллә. Сіздер донерларға Өте көп. парастамасында? Бастап кірсеңіз Да? донерларға. Түрі таныс па десем? Қою ма? Иә. Таза донермен жейтін айран екен. Көбісі айтады, қалай жақсы дәмі. Нағып бүкіл донерге кіріп кетпейсіз дейді. Мен айтам, бүкіл донерге біз кіре алмаймыз. Не үшін? Біз тырысып жатырмыз кіруге. Бірақ біздің баға 15 теңге басқалардан жоғары. Не үшін? Қойлығын көрдіңіз ғой. Соны айтам. Су аз қосамыз да, сол үшін себестоимость кішкене жоғары. Сол үшін біздің разницамыз 15 теңге. 15 теңге рынокта, молочный рынокта влиять етеді. Өте қатты. Ну да. Чтобы покупательдерді не испугать. А былай даже санасақ, донерный күніне ары кетсе бір 60-100 стакан сатады. Одан, может, көбірек. Орташа айтып отырғаным. Есептеңіз, 15 теңге деген ол разница емес қой, по идее, общий цифрада. Мынаны қаншадан тұтастар? Бұның бағасы қазір сату бағасы Алматы қаласында через дистрибьютора бір 150 теңге ғой деймін. Бір стаканы. Бірақ донерында басқа баға болады. А қай жерде Алматыда сатасыздар? Бүкіл донерна small Магнумда бармыз ба? Смолда барсыздар ма? Бармыз, иә. Ух ты. Магнумнан кетіп қалдық біз. Вкусвилл? Вкусвиллда бармыз. Прям дәмі ерекше екен. Бізге донер әкеп бересіздер ма? Айран дәмі бөлек А вот айтамын. ірімшік енді реально, я не знаю. Ірімшік, иә, ірімшіктің постоянно не кетеді? Тойларға, астарға бәрі заказ береді. Көп заказ Нет, береді. реально, честно, вообще реклама емес, честно, очень вкусно. Так, бұл Ну как, основной. ауылда Иә. готовили же? Бәріміз ауылдан шықтық қой енді. Бұның технологиясы тура алдыкіндей. Көбінесе мысалы сырлар ол бұрынғы технологиялармен жасалып отыр бізде әлі де. Енді жаңғырту біткеннен кейін ол қашан бітеді білмеймін. Өйткені ол қанша қаражат талап етеді. Ол миға сыймас та. Ну, мне кажется, пока не надо эту изюминку терять, А например. мы уже сколько лет держим. Да. Жақсы ол. Соған кетіп жатыр ғой. Бұрында мысалы әртүрлі түстер көріп тұрсыз ғой. Қазір біз мынаған кеттік. Мына бейнегеш. Мына бейне ол біздің жетісуге жататымызды көрсетіп отырды. Тау, ағын су. Жетісудікіміз ғой. Соен өзімізге жаңағы жетісу сүт өнімдері деген нені товарлы знакта алып алдық та енді бүкіл продукцияға кетеміз. Бұрында маркетингқа вообще бәрібір болатын. Енді ақындап оны да көтеру қажет, өйткені олсыз заманның талабы да, олсыз ары қарай дамымайсың. Әркімде өз сүйікті продукты болады ғой. Менікі ол турецкий айран постоянно. Кешкі ужинға обязательно холодильникте тұрады. Өйткені білмеймін. Ұнайды. Постоянно ішемін. Әрдайым алып келесің, жан-жаққа бер жересің. Құртты ана күні неге бер жердің? Шешенстанға, Ресейге. Өйткені олардың ата-бабалары естеріне алып жатырды. Кезінде 37 жылы Қазақстанға барғанда бізді құтқарып қалған ол құрт деп. Да, кстати. Аламда сразу бір қорапты поясмен салып жүремін. Да вы чё? Рахмет. Бұл жақта экспорт бойынша партнерларым бар ғой, жаңағы строительный бизнес жайлы. Солармен ата-бабаларым еске алсын деп. Олар да қуанып жақсы көреді біздің құртты. Ауыл кәсібі дегеніміз енді қарқын мәселе. Өйткені бізде даму саласы тек алдыға жүруге мүмкіндігіміз бар. Өте үлкен. Өте үлкен. Өйткені мысалы Европада, шетел мемлекеттерінде көп фермаларды, көп зауыттарларды араладым. Қазіргі таңда көп деген МТФ-лар Европаның деңгейінен асып түскен.
Өйткені нағыз жаңағы байлық, ақша бәрі ол ауыл мәселесінде, ауыл шаруашылығында. Өйткені ауыл дамыса, бізде еліміз де дамиды. Мысалы, біз қазір ауылдың қасында жер алып жатырмыз. Жер алып, сол жаққа малыштоварный ферма, жоқ дегенде 400 елу басқа, ең басы ары қарай мыңға дейін жеткіземіз, Алла қаласа. Соған қадам басып жатырмыз. Ол ауылдан салынып жатыр. Не үшін ауылдан? Өйткені бүкіл ақша ауылда. Ақша ғана емес, ол еліміздің дамуы. Бұрыннан келе жатқан ол өнеркәсіп қой. Сол өнеркәсіпті ары қарай жақсы деңгейде ұстау керек. Оны ұстау үшін тек қана білім қажет, және де жастар білімді болу керек. Қазіргі жастар не істеп отыр? Бәрі қалаға қашып жатыр. Қалада не бар? Бүкіл зат ауылда. Мал бар, поле бар. Ет бар дейсіз. Ет бар. Ол деген керемет ақша, керемет табыс. Оны ары қарай өркендетсе. Бірақ жастардың бәрі қашып отыр ғой. Ол уақытта не істейді? Қалаға барып, бір жаңағы айлығын алады, біреуге жұмыс жасайды, дамымайды да, бір уровеньда қалып қалады. Сондықтан ол мәселесі деген мен үшін бір ауыр мәселе. Яғни жалпы осы салада қаншалықты білім алу маңызды? Ауыл шаруашылығын, мысалы, сіз көптеген шетелге барып, өзіңізді білімге толтырып келіп, әлі де сіз барып өзіңізді дамытып жүрсіз. Көптеген ғалым, ұлы тұлғалар айтады, мен ешқашан білем деп айтпаймын деп. Сол жайында не айтасыз қазір? Бару ол басқа мәселе. Көбісі айтады, сен барасың, сенің деңгейің басқа деп. Жоқ, қазір мысалы жасанды интеллект аламыз. Жасанды интеллектпен мен телефонымда алсаңыз, бір күнде 8-9 сағат мен қазір сөйлесем. Сөйлескенде не туралы сөйлесем? Көбінесе жұмыс жайлы. Мысалы, даже жасанды интеллект алсақ, өзім простой чат GPT-імізді, менде вкладкалар бар, қараңыз. МТФ, ислам, популярность, керамогранит, декор панели, агросектор, пищевая безопасность. Оның бәрі не үшін? Өйткені ол салалар, мен жұмыс істеп отырған салалар. Күнде ол білімді сол жақтан алып отырмын. Дамытып жатсыз. Дамып жатырмын. Өйткені ол қанша іздей берсең, сонша тауып бересің. Айтады ғой, жүре берсең, көре бересің деп. Тура солай білім жағынан. Қанша білім аласың, сонша білімді сен ары қарай қолдана аласың. Өйткені білімді адам ғана ары қарай жоғарылайды. Ол жоғарылаған қалай келеді? Тек қана жүйелікпен келеді. Система жаңағы болмаса, мысалы, мен қазір өзіме бір система қойдым, күнде таңғы намазынан кейін далаға барып дене шынықтыру. Өйткені бір жарты жыл бұрын мен күнде тамақтанып, кафенеде қатты толып кеттім. Содан жүйелікке келдім де 13 килограмм тастап тастадым. Тура сөйтіп, жұмыста да, білімде де бәрі жерде жүйелік керек. Бәрін систематизировать етсең, ары қарай дами бересің. Бір точкаға ұру керек қой. Жан жаққа фокусыңды лақтыра бермей. Біздің балалар барады да, қалаға барады да, бір жерде администратор болады, содан барады да мобилограф болады, содан барады да мен жаңағы не боламын дейді, қалай менеджер по этому контент шығарушы. SMM боламын. Ол да білім ғой. Ол білімді қалай аласың? Оны да изучать ету керек. Мысалы, мен де қазір өте көп ол туралы білім алып жатырмын. Не үшін? Өйткені ол уақытқа мен де келдім. Сондықтан мен білмесем, ол затқа араласу қажет емес. Тура солай осы жерде білімді алып жатырмыз, чтоб ары қарай басқаларға беру үшін. Яғни сіз личный брендті қазіргі заманда дамыту қаншалықты маңызды екенін қазір сіз түсініп жатырсыз? Қазіргі таңда ол өте маңызды. Өйткені атың шықпаса жер өрте дейді ғой. Тура сөйтіп жерді өртеу керек. Қазір олсыз. Мысалы, алдында бір Нариман деген кісімен сөйлестім, ол айтады, ода 100 бәленбай мың оқырманы бар Инстаграмда, ол айтады. Мен мысалы Инстаграм болмаса, мен сияқты жас кәсіпкерлер туралы білмеуші едім дейді. Сол үшін дамыту керек. Өйткені сен туралы біледі, ары қарай екінші сұрағы, ол сен біліммен бөлісесің. Біліммен бөлісең, ол бәріне жақсы, тек өзіңе ғана емес. Өйткені ақырет күні ол білімнің сұрауы болады. Сұрауы болады дейсіз ғой. Хадис бар ғой. Орысша айтқанда, да будут одеты на ковы на лица тех,
кто приобрел знания и не поделился с ними. Ол айтқанда, орысша айтқанда шовинизм ғой. Совет өкіметінен қалып қалған шовинизм. Ол сондай болып еді ғой, есіңізде ме? Даже әкелерімізді қалсақ, даже біз жұмыс жасап отырған кезде сондай жұмысшылар болатын. Мен ғана білу керекпін, мен ғана профессионал болу керекпін деп. Жоқ, ол сондай мәселе емес. Қазақ бай болу үшін тек қана білім алу керек. Білімді басқадан алмаса кітаптан алсын. Кітаптан алмаса жасанды интеллектпен алсын. Ақшаң тасып жатырса шетелге бар. Өйткені бара берсең көре бересің. Енді қараңыз, осы ауыл шаруашылық саласына сіз өзіңіз жалпы қанша жасыңызда келдіңіз? Қалай, мысалы, сіз әскерден жаңағы сфераңыз мүлдем басқа болып деп отырсыз ғой. Құқық қорғау органында істедіңіз да, сіз бірден осы ауыл шаруашылығына қандай сондай бір, енді это большой шаг, солай ойлаймын да, үлкен қадам ол. Және де қазіргі жастарға осы ауыл шаруашылығына барсам ба деп ойланып жүрген жастарға не айтарыңыз бар? Айтарым былай, мысалы, жастар келеді, зарплата сұрайды. Мен оларға айтам, сен білім ал, кейін зарплатың өседі. Мысалы айтам, главный инженердің зарплатасы 2 миллионға дейін бару оп-оңай. Бірақ басында білім болса. Мысалы біз қазір Европа мемлекетінен, Ресей мемлекетінен, Беларусь мемлекетінен өзімізге осы заводқа инженер іздеп отырмыз. Бас инженер. Оған жақсы жалақы береміз, үйдің турлап береміз, бүкіл жағдайын жасап береміз. Бірақ жұмыс істесе болды. Жастарға айтарым, механиктен бастадым. Қанша жасыңызда келдіңіз? Мен где-то 27 жасында келдім ғой. 27 ауыл шаруашылық саласына келдіңіз? Жоқ, 25 жасында, 26 жасында келдім. Ауыл шаруашылығына. Қазіргі жасым уже 32-де. Қандай өсиет айтасыз жастарға? Қорқып жүр қазір жастар, бәрі қалаға қашып жатыр. Жоқ, қорқатын нәрсесі жоқ. Ең басында айтады ғой орыстар, все дается, но не сразу. Тура сөйтіп басын бастау керек. Басын бастайсың, ары қарай әрекетін істесең болды. Тәуекелін уже бір Аллаға табыстайсың. Өйткені өзің жолың тура болса, ол сен міндеттер жоғарыға алып келеді. Бірақ жүйелік керек. Жүйелік, ол қандай жүйелік? Именно білім. Білім. Өйткені қанша жастар келіп жатыр, білімі жоқ, бірақ запростары үлкен. Бастау болады ғой. Басынан баста, ары қарай өсесің. Білім алсаң болды. Главное, жалықпау керек. Қазіргі заманның жастардың проблемасы, жаңағы сіз айтқан секілді, действительно, шынымен де проблемасы көп энергия жоғалады. Өзін қазір бізде курстар көбейіп кетті. Курстардың көбейіп кетуі адамдардың фокусын, жастарды емес, жалпы орта буында фокусты көптеген бағыттарға бөлініп, мына жерде көп ақша табады екен десе, мына жаққа кетіп, мына жерде көп ақша табады. Осы проблема бізде бар жалпы негізінде. И жаңағы сіз айтқан көптеген Марғұлан Сейсенбай өзіміздің әйгілі бизнесменіміз, қазіргі біздің проблема, бізде фокус жоқ. Бір дүниені біздің бірінші президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтады. Бір саланы таңдады, болды, сомен жүр дейді. Бір саламен жүруге болады, ол мысалы айтып отырсыз ғой, оқу туралы. Коучтар, бизнес-коучтар. Ең біріншіден бизнес-коуч, тренингқа барасыз, барыңыз, ол білім. Бірақ оның алдында, барма деп тұрған жоқпын, алдында көріңіз, коучтың өзі кім? Артында не тұр? Ол кім болған? Кішігірім ИП, бастаған кішкене ақшаның дәмін көрген. Машина алған, үй алған деген дейсіз ғой, оның бәрі уже қалған. Кет қалады, ол емес, деңгей емес. Құндылық машине үйде емес, қадірі дейсіз ғой. Ол дүние ғой, ол бүгін бар, ертең жоқ. Ертең ойлау керек та, артымызда не қалдырамыз деп. Мысалы, қазіргі таңда бізде личный бренд ақындап, танытып бастадық, Алла қаласа. Үлкен мықты кәсіпкермен сөйлескем. Отырмызда бір бала келеді. Ағам, мынаны беріңізші деп. Оны сразу қуып жібердік. Білесіз, бірінші сұрақ қайда? Ол алу емес, ол бірінші беру. Тура сөйтіп осында келгенде сұрақ болған. Мен не бере аламын, не ала аламын емес, не бере аламын.
сен бүкіл өз біліміңді жаңағы жүйе жасағаныңды берсең, ол жұмыс міндетті түрде саған береді. Тура сөйтіп жаңағы инженер мәселесі ғой, мысалы біз шетелден іздеп отырмыз, өйткені Қазақстанда жоқ. Қазақстанда білікті маман аз дейсіз ғой, ауыл шаруашылық саласында. аз жоқ, бәрі кетіп қалған. Украинадан келіп жатыр білікті мамандар, но оларды қазір сол жақтан шығару қиын болып кетті. Миллиондап ақша беруге дайынсыздар, бірақ Қазақстанда маман жоқ, дұрыс қой. Иә, сол себепті шетелден тартып жатырсыздар. Тура сол. Жақсы. Енді жаңа сөзіңізде айттыңыз, қазір сіздерде переработка, сүтті өңдеумен айналысасыздар, яғни продукция шығарып жатырсыздар, иә? Дәмін көрдік, өте тамаша. Әсіресе жаңа клейгейлеріңіз, творогтарыңыз өте тамаша. Өзім жақсы көретін чечил, құрт, действительно тіл үйреді, маған қатты ұнады. Енді осы орайда сіздер сүтті ауылдардан жинаймын дедіңіздер. Дұрыс қой? Яғни сізге сұрағым, сүтті мен кішігірім 3-4 сауынды сиырым бар. Мен сіздердің компанияға келіп айта алам ба, енді официально келеді ғой, енді осы сүттерімді өткізе алмай жүрмін деп көп ауылдағы адамдар айтады. Сіздерге келсем, сіздер қабылдайсыздар ма сүтті, сондай жеке тұлғалардан? Жеке тұлғалардан қабылдаймыз. Ол мәселе былай шешіледі, заявкасын қалдырады, сүтінің анализі алынады. Өйткені өзекті мәселе ол сүттің құрамында не бар. Көбінесе халық кішкене ақша жағын ойлайды да, ішіне су қоса бастайды. Оның бәрін тексеруден өткеннен кейін, жұмыс істеуге болады, неге болмайды. Кішігірім сүттер болса, ол өзіміздің көліктер жүріп жинап алады. Үлкен көлемде болса, хотя бы 800 литрден жоғары, ол өздері көліктермен бізге тасымалдап келу қажет. Үлкен молочный товарлар ашайын деп отырсыздар? Ашылады, сиырдың бәрі шетелден алып келеді. Шетелден алып келесіздер? Өйткені ояқтағы шетелден неге алып келеді? Қазақстаннан сатып алайын десең, сен МТФ-дан аласың, дұрыс па? Иә. Қай МТФ өз жақсы сиырын береді? Иә. Ешқайсы. Дұрыс па? Сондықтан шетелден алып келеді. Ояқта ең жақсы сиырларын бермейді. Бірақ біз заказ беретін нетіл. Ол сиыр келгеннен жүкті болады да, бір уақыт өткеннен кейін басым көбейеді. Сөйтіп, ол басты өсіруге болады. Не үшін шетелден? Өйткені ояқта дайындалған ең бірінші ол генетика. Қазіргі жағы ол генетика. Мысалы, Гольштейн сиыры қазіргі таңда орта алсаң 25 литр береді ғой сүт. 20-дан аса, өзіміздің қара мал ол ары кетсе 6 литр береді күніне. Сондықтан сүт саласында жүргендіктен тек қана сапалы сүтті таңдайсың. Импорт дейсіз ғой? Конечно, шетелден алып келесің. Оны тек қана нетуге болады. Обязательно Гольштейн емес, Симменталды алып келу керек. Оны бізге қарай нету керек. Акклиматизация өткізу керек. Өйткені ол ең қиыны сол бірінші 2 жыл болады. Нетпеймін десең, уже дайындары бар, бірақ рисктарды өзіңе алу керексің да. Мысалы, не үшін шетел? Өйткені ояқта импорттаушы компания рисктарды өзіне алады. Қазақстаннан алсаң, қай сиыр не болғанын білмейсің ғой. Көбісі ақсақ сиырын белгісі келеді. Енді ет саласы, более уже бордақылау саласы да енді дамып келе жатыр ғой бізде. Бірақ дегенмен де бұл жерде МТФ үлкен қаржыны талап етеді. Жалпы қаржыландыруды сіздер қайдан алмақшысыздар? Ол жағын бәр жақтан қарап отырмыз. СПК-дан, ең бірінші, екінші дамудан. СПК жағынан кішкене қиындау, дамуға қарағанда. Дамуда 6%, СПК-да 2,5%, 2,5% деген ол былай айтқанда тегін ақша ғой, өйткені девальвация ол 2,5%-ды жеп қояды. Яғни бәрібірде мемлекет тарапына жүгінеміз дейсіздер ғой, иә? Жүгінесің. Өйткені ол қаражат өте үлкен қаражат қой. Өз қаражатың салсаң, сен басқа бағыттарды дамытамай қаласың. Миллиардтаған ақшаларды қажет етеді. Мысалы, қазір орта ферманы салу үшін жоқ дегенде 3 миллиард ақша керек. 400 бастан жоғары СПК-ның бастапқы саны сондай, 450 бастамаса. 450 бастан. Соен субсидия жағын қайтан қарастыру керек та, оны мемлекет ол да қарап отырған шығар,
басқа біреудің тәжірибесін. Бірақ қасымыздағы Ресейге даже жүктелсек, оларда субсидия мәселесі ай сайын беріледі. Ай сайын, квартал сайын беріледі. А бізде ол 12 айға дейін кетіп қалады. Бір жерге ақшаны салсаң, ол тарапқа уже үмітіңді қоя салу керек та. Өйткені надежда жасамау керек ол ақшаға, өз күшіңе ғана. Негізі Ол жағын күшейту керек. үлкен кәсіпкерлер айтады, сіз секілді мысалы сөйлескен кезде ешқашан мемлекеттен мен субсидия алам да артын жаба салам деп ешқашан ақша алмаңыздар. Ол берсе жақсы, бермесе күтеріміз түсер бір күні деген секілді, тек осы позициямен жүрсе ғана біз жеңеміз деген секілді біраз кәсіпкерлер бізге сөйтіп айтады жалпы, иә. Жақсы, енді Шыңғыс мырза, сөзіміздің соңында сіз жастарға ауыл шаруашылығына келем деп қандай мотивация бересіз? Осы тұрғыда бізде үлкен семинарлар болып жатыр, мысалы. Оған қатысуға болады. Бір, екінші мәселе, даже біз өзіміздің сотрудниктарға әрдайым айтамыз. Біз сіздердің балаларыңызды оқытуға дайынбыз, бірақ олар мектепті жақсы оқу керек. Бір, екінші вузды таңдағанда бізге қажет ауыл шаруашылық мамандығын таңдау керек. Өйткені бізге жұмысқа келіп, контрактын отработать ету керек. Даже сондайға барып отырмыз. Мысалы, соңғы мәселе болды, бір жұмысшымыз айтады, балам оқуына ақша керек еді. Қайда түсіп отыр? Милицияға дейді. Мен говорю, ауыл шаруашылығына біз төлеп береміз. Өйткені кадр жоқ. Кадр жоқ. Мысалы, мен де келіп отырмын ғой, мен басқа саладан мүлдем Ресейде оқып, погон киіп, соң келіп, ары қарай дамып отырмыз. Ол дамығанның арты тек қана білім. Тура сөйтіп білімді жастар керек. Өйткені білімді жастар Қазақстанда алға алып келеді және шығарады. Жақсы, Шыңғыс мырза, бүгінгі бізге үлкен тур жасап бердіңіз, көп нәрсені көрсеттіңіз. Ол жастарға белгілі бір мотивация тұрғысында жасадық. Сіздерге пайдалы болдық деп есептейміз. Сізге үлкен рахмет. Алла разы болсын бүгінгі біздің сұхбатымызға. Ал достар, сіздер бүгінгі видеоны соңына дейін көріп, лайк, комментарий баса кетіңіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Құрметті достар, естеріңізге сала кетейік, ауыл шаруашылығын заманауи бағытта дамыту мақсатында бізде үлкен жоба семинарлар өткізіп жүрміз. Ол жақта біз мал шаруашылығын қолдан ұрықтандыру заманауи тенденция бойынша, вакцинация, жем-шөп мәселесі, рацион бойынша жалпы мал шаруашылығын өте жоғары деңгейге жеткізу сабақтары бойынша семинар өтетін болады. Ол жақта сіздерге білікті мамандар білім береді. Одан бөлек мемлекеттен бөлінетін арнайы көмектер осы мал шаруашылығын қолдау мақсатында жалпы осы тақырыптар жайлы сөз қозғайтын боламыз. Толық ақпарат білу үшін описаниедегі номерге хабарлассаңыз болады.